Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын шашлықтың рецептімен бөлісетін боламын. Арнама қош келдіңіздер. Бұл рецепт бойынша осындай барбекюға да шашлыкты жасап көрсеңіздер болады. Тауықтың етін осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Аса үлкен емес, осындай орташа бөлікте бөліп дайындап қоямыз. Келесі кезекте бізге 2 жуа, жарты лимон, тұз, шашлықтың приправасы, сосын осындай арнайы шашлыққа арналған приправаны қосамыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, сұйық май, одан кейін 1 стакандай кола қосамыз. Осы дәмдеуіштердің барлығын қосу арқылы шашлықтарымызды үстіне барлығын саламыз. Барлық приправаларды салып болғаннан кейін жуаны ең соңында осындай үкіштен өткізіп, жақсылап өткізіп аламыз. Негізі 3 сарымсақ, жаңағы 3 пияз да қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, 2-3 сағатқа маринаттап қоямыз. Арасында араластырып тұрсаңыздар болады. Шашлықтарыңыз өте жұмсақ болып піседі. Енді дайын болған шашлығымызды осылай отта пісіріп аламыз, 2 жақтан аударып. Бұл рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Бала шағаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді шашлықтың рецебі. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.